Ежелгі Қытайда мандаринді бақыт, байлық және ұзақ өмір сүрудің символы деп есептеген. Сол үшін де олар қонаққа бара жатып, мандаринді сыйлыққа алатын болған екен. Өз кезегінде үй иесі де кетіп бара жатқан қонағына осы жемісті сыйлаған. Мандарин сөзі Қытай тіліне тәржімалағанда бай адам деген мағынаны береді. Португалдар Қытай шонжарларын мандариндер деп атаған екен. Бұл жеміс Жапония, Испания, Мексика жерінде өссе де, отаны аспан астелі. Мәңгі жасыл болатын ағашы бір маусымда 600 данаға дейін жеміс береді. Тіпті Қытайда 5000 данаға дейін жеміс берген мандарин ағаштары болған екен. Сіздермен бірге дертке дау арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Мандариннің емдік қасиеттері: жөтелге қарсы пайдалы, қысқы уақытта адам ағзасына өте пайдалы витаминдерге ие. Мандариннің шырыны тері және тырнақтағы жараларды жақсы емдейді. Мандарин ішектің жұмысын жақсартады және тісіңізді қатайтады. Мандариннің құрамындағы қайталанбас зат наболитин бауырда майдың жиналмауын алдын алады. Соның арқасында сезімдікке шалдықпайсыз. 100 грамм мандаринде 42 калория болады. Асқазан ішек аурулары, іш өтумен ұласқан кезде мандарин шырыны өте пайдалы. Сондай-ақ оның қабығы бронхитке, тері ауруларына, іш кебуде, ұйқысыздыққа, жоғарғы қан қысымына қарсы өте пайдалы. Майо ғылыми орталығы мандариндер көңіл күйді көтеріп, адамға оптимистік рух беретінін анықтаған. Бұл мәуенің құрамында лимон қышқылы өте көп. Сондықтан мандарин адамдарды көптеген зиянды бактериялардан қорғайды. Мандарин цитрусты жемістердің ішіндегі көпшілікке белгілі әрі кең таралған жемістердің бірі. Кез келген мерекеде дастарханнан үзілмейтін бұл жемістің пайдалы тұстары өте көп. Мандарин әсіресе аскорбин қышқылына бай. С дәруменін алу үшін оның 1-2 данасын жеген жеткілікті. Сонымен қатар мандаринде кальций, калий, магний сынды минералдар мен Д, В, А, Е, К дәрумендері аз емес. Жемісінің құрамында лимон қышқылы болғандықтан да оған нитраттар мен басқа да зиянды заттар жиналмайды. Бұл пайдалы жеміс тәбетіңізді арттырып, ас қорытуды жақсартады. Суық тиіп ауырғанда, тұмауратқанда мандарин шырынын ішу керек. Болмаса мандариннен дайындалған нәрсуді ішуге болады. Сонда иммундық жүйеңіз күшейіп, ауруға қарсы күрес аласыз. Бүйректегі тасты түсіру үшін де мандарин шырынын ішіп жүріңіз. Мандариннің тек жемісі ғана емес, қабығы да өте пайдалы. Оны тастай салуға асықпаңыз, өйткені ондағы пайдалы заттарды ем ретінде іске асыруға болады. Мандарин қабығын буын ауруларына ем болады. Сондай-ақ иммундық жүйеңізді көтеретін қасиетке де ие. Оның көмегімен иммунитетті нығайту үшін төменде көрсетілген мынандай дәріні жасап көріңіз. 2 ас қасық мандарин қабығына 250 мг арақты құйып, 1 апта бойы тұндырып қоясыз. Осылайша дайындалған сұйықтықты 20 тамшыдан күніне 3 рет қабылдау керек. Дәріні тамақтан 20 минут бұрын ішкен пайдалы. Егер тамаққа тәбетіңіз тартпай, ас қорыту жүйесінің жұмысы нашарлайтын болса да, осы дәріні қабылдаңыз. Жөтел кезінде мандариннен ингаляция жасауға болады. Мандарин қабығын майдалап турап, бір уысын аласыз да кішірек кастрөлге не табаққа саласыз. Оған азырақ қайнаған су құйып қайнатыңыз. Сөйтіп судың буымен біраз уақыт тыныстау керек. Осындай ингаляция арқылы жөтелден айығуға болатынын есте сақтаңыз. Тұмауратқанда мандарин қабығынан жасалған тұнбаны ішіп, ауруды жеңуге мүмкіндігіңіз бар. Мұндай дәріні дайындауға 3 ас қасық кептірілген мандарин қабығы мен 2 стақан қайнаған су қажет. Қайнаған суды мандарин қабығына құйып, 2 сағатқа қалдырасыз. Сөйтіп 2 ас қасық бал қосып, жылыдай жарты стаканнан күніне 3 рет қабылдау керек. Қандағы қант мөлшерін түсіру үшін де мандарин қабығы көмекке келеді. Мұндайда 3 дана мандариннің қабығына 1 литр су құйып, 10 минут қайнатасыз. Қайнатпаны суытып, күн сайын жарты стаканнан
тамақтан 15 минут алдын ала қабылдаңыз. Сонда қандағы қант мөлшері де қалыпқа келеді. Іш кебу кезінде мандарин қабығын кептіріп, майдалайсыз да тамаққа 1 шай қасығын қосып ішесіз. Сонымен қатар, мұндай майдаланған мандарин қабығынан тыныс жолдары қабынғанда тұнба дайындап ішкен жөн. Ол үшін 1-2 ас қасық мандарин қабығына 1 стақан қайнаған су құйып, 1-2 сағат тұндырып қою керек. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, ыстық күйінде жарты стаканнан ішуге болады. Емді тамақтанардан 20-30 минут бұрын алдын ала жүргізіңіз. Мандарин қабығында эфир майы, фитонцид, каротиноид дәрумендер мен антиоксидант және басқа да пайдалы заттар көптеп кездеседі. Ішіңіз кеуіп, дисбактериоз болсаңыз, кептірілген мандарин қабығын кофе ұнтақтағышқа салып, ұнтақтап, сүзбе, ботқа секілді тағамдарға 1 шай қасықтан қосып жеңіз. Кеңірдекше қабынуы кезінде кептіріліп ұнтақталған 2 ас қасық мандарин қабығына 1,5 стақан қайнаған су құйып, 5 минут баяу жанып тұрған отқа қойыңыз. Дайын болған соң бұл тұнбаны күніне 2-3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын тұтыныңыз. Міндетті түрде жылытып ішу керек. Жөтел кезінде 2 ас қасық ұнтақталған қабыққа 1 стақан су құйып, 1 апта қараңғы жерде сақтаңыз. Содан соң сүзгіден өткізіңіз. Дайын болған соң күніне 3 рет тамақтан бұрын 20 тамшыдан тұтыныңыз. Суық тиіп тұмауратсаңыз, жөтелсеңіз, ингаляция жасасаңыз, 1 уыс ұнтақталған мандарин қабығын суға салып, қайнатып, буымен 10-12 минут демалыңыз. Бұл әдісті жасаған соң 1-2 сағат салқын жерге шықпай күтініңіз. Тырнағыңыз тез сына берсе, тырнағыңызды кем дегенде күніне 2 рет мандарин қабығымен сүртіп отырыңыз. Шаршағанда жүйке жүйеңіз жұқарып, күйзеліске түскенде ұсақ-ұсақ туралған мандарин қабығын көлемі шамамен 10-7 см болатын матадан тігілген қапшыққа салып, өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Егер жоғарыда айтылғандай жағдайлар болса, қапшықтағы мандарин қабығының хош иісімен де демалыңыз. Жүрек соғысы артып, артериялық қысым көбейсе, ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, 1 стақан ұнтақталған қабыққа 3 литр қайнаған су құйып, қоспалы суды қайтадан қайнатыңыз. Ваннаға құйып, осы суға түсіңіз. 2 күнде 1 рет ұйықтар алдында осы әдісті пайдаланып тұрсаңыз, аталған аурулардың алдын аласыз. Мандариндер дәрумендерге бай болып келеді. Сондықтан ол бактерияларға қарсы әсер беретін функцияға да ие. Алайда өндірушілердің мандаринді ұзақ сақтау үшін арнайы дәрілермен өңдеуі адам денсаулығына зиянын тигізуі мүмкін. Ресейлік мамандардың айтуынша, бұл жемістің түрлері витаминдерге, микро және макро элементтерге, антиоксиданттар мен басқа да пайдалы минералдарға бай болып келеді. Ал мұндай заттар зең мен бактериялардың көбеюінің алдын алып, қыста суық тиюден сақтайды. Оның құрамындағы бета-каротин жүрек жұмысын реттеуге ықпал ететін көрінеді. Сонымен қатар диетологтар асқазан және ас қорыту мүшелерінің ауруы бар асқазан қышқылы жоғары адамдарға мандаринді жегенде абай болуы керек деп ескертеді. Бұған қоса, олар цитрусты жемісті аш қарынға жеуге болмайтынын қосты. Ескере кетерлік жайт, мандарин қабығын пайдаланбау қажет, себебі шетелдік өндірушілер мандариннің қабығын оның көп уақыт бойы сақталуын қамтамасыз ету үшін арнайы зеңге қарсы дәрілермен өңдейді. Ал бұл дәрілер денсаулыққа өте қауіпті. Мамандар мандаринді күніне 2-3 öğün ғана жеп тұру қажет екенін айтып өтеді. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Enchantado.